Күннің басты жаңалығынан бастайық. Әлем жұртының төбе шашын тік тұрғызған коронавирус біздің елге де жетті. Қауіпті індет Германиядан келген 2 отандасымыздан анықталыпты. Мұсылман емес деп қарамайды. Алла тағаланың әмірі ғана. Әміріне қарайтын іс бұл. Алла кімге қалайды, оған ол тиеді. Алла кімге қаламайды, оған ол тимейді. Бұл нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху осындай, мына иман деген нәрсе осы. Иман. Сен сол кезде ғана жүрегіңде тыныштық табады. Әйтпесе не болады екен сөз сөйлеуге болмайды сізге мұсылман болғаннан кейін. Пайғамбарымыз саллаллаху сол үшін нақты мынандай қорытындысын айтып отыр. Бұл аурулар туралы не айтасыз, Аллахтың елшісінде? Бұл Алланың азабы дейді. Қалаған құлына жібереді. Тәпірге деп қана айтқан жоқ, қараңыздар. Қалаған құлына жібереді. Алланың айтқанымен жүрмей жүрген мұсылмандар да бар. Қалаған құлына жіберетін Алланың азабы. Ал кімнің жүрегінде иман бар болса, мүминдерге Алла оны рахым етіп жібереді дейдік. Рахым етіп қана жібереді. Сондықтан қайсысы бір мұсылман өмір сүріп жатқан елде осындай ауру кеп қалса, сөйтіп ол сол жерде басқа жаққа кетпеу сүннетін ұстанып пайғамбарымыздың бұйрығы бойынша жүрегінде нақты сенімді болса дейді. Алла қалаған нәрсе ғана тиеді маған. Алла қалаған көлемде ғана тиеді деген сенімде болса. Сондай-ақ осы сынақты сабыр етіп төзімді болып Алланың сауабын күтетін болса, каналаху ажра шахидин дейді. Шейіттің сауабы жазылады дейді оған. Пайғамбарымыздың уәдесі мынау. Сондықтан бұл сіз дабырайтын нәрсе емес. Ертең дүкенге таласқанда да жаңағы адамдар ала берсін. Сіз ең соңғы болып алыңыз. 40 жыл қырғын болса да ажалды ғана өледі. Бұл сынағы Алла тағаланың. Бұл сынақтың кезінде сен керісінше адамдарға қуат бере алатын жүрекпен жүру керексің. Солармен жарысып біреумен ұрысып жатсаң азық-түліктің ішіндерден. Осылайша Алла тағаланың жаңағы айтатын нәрсесі осылайша біз сендерді міндетті түрде сынаймыз дейді. Сәл қорқытамыз, осындай ауру еп қала жатыр екен дегендей нәрсемен. Сәл қорқытамыз, сәл аш қалдырамыз, кемітеміз малдарыңнан, жандарыңнан, жемістеріңнен. Сынақтан кезіндегі тек қана сабырларды қуандар пайғамбар. Қалған өмір заяқ етті деген сөз. Сынақтың кезіндегі күндері босқа кетті деген сөз. Тек төзімділерді қуандар дейді сол кезде. Оларға осындай нәрсе кеп қалатын болса, олар тек бір-ақ сөз айтады дейді. Инна лилля, расымен біз Алланыкіміз. Ва инна илейхи раджиун. Расында бүгін болмаса да ертең Аллаға қарай ораламыз. Алланың белгілеген ажал келмей ешкім өтпейді бұл өмірден. Улайка алейхим салаватум мир раббихим ва рахма. Осындай сабырларға сынақтардың кезінде осылай сабыр еткендерге менің салауатым болады дейді Алла тағала. Қараңыз. Және рахымым. Сондай-ақ ва улайка хумул мухтадун деп нүктесін қойып жатыр. Және тура жолдағылар осылар ғой дейді негізі. Өйткені жүректегі нәрсеңде тура жол. Сол Алла тағаланың жаңағы сынағы кезінде сіз біліңіз. Сіз күллі халық қазір жабдық дайындап жатқан кезде әртүрлі жабдықтар дайындалып жатыр. Сол жабдықтардың қатарында мысалы маска жетпей қалса, егер біздерге маска жетпей қалса, масканың жетпей қалуы бізге проблема емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаладан күллі зиянды нәрселерден сыйынатын дұғаларды көп айтып жүретін. Қашан оған Әл-Фалақ пен Ән-Нас сүресі түсті, ол күллісін қойды да сол екеуін алды дейді Айша анамыз. Сөйтіп пайғамбарымыз салсам бұны жатар алдында оқып бетін бүкіл денесін сипап шығады. Енді бұл екі сүренің жаңа қызметі келді. Бұны үйден шыққан кезде өзіңізге әйеліңіз, бала-шағаңыз барлығы түртіп шыға салсын. Міне сенің маскаң. Болды. Бұл екі Құранның ішіндегі өзінің сөзі. Болды. Бұл Алла тағаланың сізге берген нығметі, пайдалан. Егер сіз оны оқып алып, не болып қалады екен, не десеңіз, онда не үшін оқыдық оны? Сенім деген нәрсе сода тұр. Оқып сосын не болып қалады екен десек болмайды. Оқы, сенімді бол. Сондай-ақ адамдар әртүрлі жабдықтарды алып жатқан кезде мына қажылыққа баратын сапарда Алла тағала айтады Бақара сүресінде: "Ва тазавваду фа инна хайра зади тақва." Жабдықтарыңды алыңдар, чемоданның ішіне күллі керек нәрселердің бәрін салыңдар.
бірақ іштеріндегі дейді. Бір жабдықты ұмытып кетпе дейді, әсіресе мына сынақтың кезінде. Менің айтқаныммен жүру. Алланың айтқанымен жүру. Тақуалық деген нәрсе біз қазақша түсіндіргенде солай. Айтқанымен жүресің болды. Тақуалық. Сол тақуалық күллі жабдықтарының ішіндегі жаңағы қабылдап жатқан іс-шаралардың ішіндегі ең мықтысы осы нәрсе. Егер осы нәрсе болса, бұл ауру келмек түгіл, Алла тағала мынандай нәрсені уәде етіп жатыр. Халық боп жығылып кететін жағдайға Алла тағала мысалы айтайық, осындай жағдайларда, осындай бір ескертуден ол нәрсе келмей-ақ халық боп жығылып кететін дәрежеге жеткізсін елімізді. Сонда Алла тағала айтады: "Уалау анна ахлал қура", егер де қаланың тұрғындары аману уаттақу, маған иман келтіріп, және айтқанымен жүретін болса, тақуалық қылатын болса, ла фатахна алейхим баракати минас самаи вал ард, көк пен жердің берекесін аша саламын дейді. Тарихта бір ғана ел болған, күллі адамзат тарихында тек қана бір ғана ел болған, Юнус пайғамбардың қауымы. Жаппай 100% иманға келген, шалынан бастап сәбиіне дейін. Алла тағала сондай нәрсені нәсіп етсін де біздерге.